Бәріне сәлем оқушылар, бүгін біз 6-шы сыныптың 69-шы бетіндегі An Adventure Story тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп кет, каналға тіркелгендерге ғана видео көрінетін болады. Лайк басуды ұмытпа, сонымен бастаймыз. An Adventure Story дегеніміз ол шытырман оқиға дейді. Және де бүгін біз бір шытырман оқиғаны талдаймыз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Look at the photos. Where are the people? What are they doing? Мына суретке қара, бұл адамдар қайда және олар не жасап жатыр дейді. Сонымен I think the people in the rainforest in Amazon, maybe they are on an expedition. Мен ойлаймын, бұл адамдар тропикалық орманда, Амазонкада. Мүмкін олар экспедицияда дейді. Мүмкін, енді қасына текстті оқып білейік. Сонымен енді қарайды саған екінші тапсырмада. Read and listen to Carol's story and choose the best title A and C. What stupid things did Carol and Peter do дейді. Мына текстті оқы және де Карл мен Петердің жасаған ақмақ қылығы қандай дейді. Екінің жауабы бізде the best title is B болады. Because it includes the word lost. Carol and Peter went walking without a map and without telling anyone where they doing дейді. Яғни мына оқиғаның аты B жауабы сәйкес келеді, себебі олар мына екі адам қайда бара жатқандарын және де олар картасыз барған, сондықтан олар жоғалған, джунглида жоғалған деген ат оған көбірек лайық болады. Қазір ол туралы білеміз. Camping in the jungle деген яғни поход, джунглиға поход деген ол сәйкес келмейді. Немесе джунглидағы шытырман оқиға да сәйкес келмейді. Көбірек бізде джунглида жоғалған деген сәйкесірек келеді. Енді мына текстті оқып аударып берейін. Бастадық. My brother Pere and I were on the jungle wildlife holiday with 6 other people in Juan and Juan our guide. Яғни менің ағам Петер және мен джунглидің жабайы табиғатына барып демалыс болды бізде дейді. 6 адаммен бірге және де Джуан деген біздің гидіміз болды дейді. Яғни джунглиді көрсетуші. It was an amazing experience and we saw a lot of monkeys, crocodiles and huge snakes. Бұл керемет экспириенс, яғни тәжірибе болды және де біз көрдік көптеген маймылдарды, крокодилдерді және де huge деген бізде огромный, яғни үлкен, қалай айтатын еді үлкеннің? Алып жыландарды көрдік. But one morning, Peter and I did very stupid things. Бірақ бір таңда Петер және мен бір ақымақ зат жасап қойдық дейді. Ол қандай екен? We wanted to take photos of monkeys. We got up early and walked into the jungle. Яғни біз таңертең тұрып осы маймылдардың суретін суретке түсіргіміз келді. Біз таңертең тұрып және де жаяу джунглидің ішіне кіріп кеттік. We didn't have to go far before we heard some monkeys. Біз алысқа барғымыз келген жоқ, бірақ біз яғни жануарлардың дауысын естідік дейді. Маймылдардың дауысын естідік. We were excited and we followed the monkeys for about 10 minutes. Біз өте әсерлендік және де маймылдардың артынан ере бердік, шамамен 10 минуттай жүрдік дейді. Suddenly, бір мезетте, Peter stopped. Петер тоқтап қалды. He was worried. Ол қобалжыған болды. I'm not going to walk further, he said. Well, we'll get lost. I'm going to back. Мен бұдан алыс бара алмаймын деді ол. Біз адасып қалдық. Кеттік, артқа барайық дейді. We looked around us. Біз жан-жағымызға қарадық. There were trees everywhere. Айналамыздың бәрі ағаштар. The campsite wasn't far, but we had no idea which direction to take. Біздің лагер орнымыз, яғни лагерлік жеріміз алыс болмады, бірақ бізде ешқандай идея болмады қай бағытта жүруіміз қажет. I think we are already lost, Peter said. Біз уже адасып кеттік деді Пет. How are we going to get back? Біз қалай шартқа қайтамыз? Nobody knows where we are. They'll never find us. Біз қалай шартқа қайтамыз? Ешкім білмейді біздің қайда кеткенімізді. Well, we never find us. Олар бізді ешқашан таппайды.
Then it started to rain. Бір мезетте жаңбыр жауып кетті. Luckily, сәттілікке қарай, I had a waterproof coat. Менде су өткізбейтін киім болды. We sat on the rucksacks with the coat. Біз рюкзактарымызға отырдық over our heads дейді. There were loads of mosquitoes and we had no insect repellent. We were scared and miserable. Бізден айналамызда көптеген москиттер, яғни шыбын-шіркейлер, масалар болды. We had no insect repellent. Бізде оларды өлтіретін шашпалар немесе құрылғылар болмады. We were scared and miserable. Біз қорыққан болдық және де аянышты болдық. After 2 hours, we heard a noise. 2 сағаттан кейін біз шу естідік. It was Joan and he was angry. Бұл бізде Жуан болды және де ол өте ашулы болды. You are very lucky, he said. Сендер өте сәтті екенсіңдер, деді ол. But we were very happy. Бірақ біз өте бақытты болдық. We are never going to follow monkeys again. Біз енді ешқашан маймылдардың артынан ермейміз, деді. Біз уәде бердік. Joan laughed. Come on, let's go to camp. Joan күліп, жүріңдер, лагерге қарай барайық, деді. Яғни текст түсінікті болды деп ойлаймын. Енді true false жасап көрейік бірге. Біріншіде айтады. Carl was 6 other people in the jungle. Ол false, олар бізде 6 болды және де бір гид болды. Демек олар 7 болды. Ары қарай. Carl and Peter went into the jungle early the morning. Карл мен Петер екеуі джунглиға таңертең барды дейді. Ол true болады. Ары қарай. They wanted to explore the jungle. Олар джунглиді зерттегілері келді дейді. Әрине false, 3-те false. Себебі олар they want to take photos. Олар манкилерді, яғни маймылдар түсіргілері келген болатын. 4-те. Everywhere looked the same in the jungle. Барлық жер бірдей болып көрінеді джунглиді. Әрине өйткені айналаның барлығы ағаш. Ары қарай. 5-те. They were far from the campsite when they got lost. Олар өте алыс болды. Лагер тұрған жерден жоғалған кезде. Жоқ, олар алыс болмады. Олар жақын болды, бірақ олар қайда барар керектігін білген жоқ. They waited for 2 hours in the rain. Олар 2 сағат бойы жаңбырда басқаларын күтті дейді. Олар 2 сағат бойы күтті. Ары қарай кеттік. Build exercise 4. Build the vocabulary. Find these adjectives in the text. Which adjectives express positive feeling and when did you last feel like this? Write sentence about your experience using these adjectives, then compare with your partner. Яғни мына жерде қайсысы бізде позитив, яғни көңілді сын есімдер, көңілді сезімдерді білдіреді және де саған айтады. Сенде қашан осы сезімдерді сезе алдың дейді. Енді қарап көрейік. Positive feelings бізде әрине lucky, excited, lucky сәтті, excited әсерлі. Енді мына сөздермен сөйлем құрап өзімнің жұбына оқып көр. I was lucky when I went to Astana. Мен өте сәтті болдым Астанаға барған кезде. I scared when I forgot my wallet at the shopping center. Мен қорықтым, кезде мен өзімнің әмиянымды шопинг, яғни сауда үйінде жоғалтқан кезде қатты қорықтым дейді. I was miserable when I lost my key. Мен өте аянышты болдым кілтімді жоғалтқан кезде. I was excited when I saw a huge snake at the zoo. Мен өте әсерлендім алып жыланды көрген кезде зоопаркте. I was angry when my brother didn't open the tent. Мен өте ашулы болдым менің інім палатка, яғни шатырды аша алмаған кезде. I was worried when the suddenly started to rain. Мен қобалжыдым бір кезде, бір мезетте жаңбыр басталып кеткен кезде дейді. Түсінікті. Енді 5-ші тапсырмаға назар аударайық. 5-ші тапсырмада саған былай айтады, мына сұрақтарға жауап бер дейді. Менің уақытым бітіп жатыр, сондықтан мен жауаптарды сен жай ғана өзіңнің экранына түсіріп ал. Міне ол exercise 5-тің жауаптары. Сабақ ұнаса лайк бас, комментарийге рахмет деп жазып кет. Бай-бай.